Кешкі қала баяу тыныстап тұрғандай, көшелерді жуған жаңбырдың иісі ауаға ерекше салқындық сыйлаған. Терезе алдында Айсұлу үнсіз отырды. Қолында суып қалған шайы, жанында ойға толы жүрегі. Ол соңғы кездері өзін түсіне алмай жүр. Бірде сабырлы, бірде мазасыз. Кейде жүрегі біреуді іздегендей соғады. Кейде ол соғыстан өзі қорқатындай. Нәпсі деген не өзі деп ойлады. Ол жай құмарлық па, әлде жүректің сынағы ма деген ой болды ойында. Сол сәтте телефонға хабарлама келді. Қараса Ернар екен. Ернар, қалайсың Айсұлу? Бүгін сені көргім келіп тұр, деді. Жүрегі дір ете қалды Айсұлудың. Ернар оның өміріне кенеттен кіріп келген адам. Сабырлы да салмақты, бірақ көзінде бір жұмбақ бар. Ол қарағанда Айсұлудың ішінде бір от жанатындай. Олар сол күні саябақта кездесті. Жапырақтары сыбдырлап, шамдар әлсіз ғана жарық шашып тұр. Шаршағандайсың, деді Ернар. Жаным шаршаған сияқты, деді күлімсіреп Айсұлу. Олар үнсіз жүрді, бірақ үнсіздіктің өзі сөйлесіп тұрғандай. Кейде екі адамның арасында сөзден де ауыр сезім болады. Кенеттен Ернар тоқтады. Айсұлу, адамды кейде нәпсі алдайды, кейде жүрек жетелейді. Осы екеуінің айырмасын білесің бе, деп сұрады. Айсұлу ойланып тұрып, нәпсі тез қалайды, жүрек ұзақ ойлайды, деп ол баяу жауап берді. Ернар жымиып қойды. Дұрыс, нәпсі қазір дейді, жүрек ертең дейді. Ертең де ұялмай қарай аласың, деп сұрайды. Оның сөздері Айсұлудың ішін қозғады. Себебі ол соңғы кезде өз сезімінен өзі қорқатын. Жел шашын тербетіп өтті. Ернар оның иығына пальтосын жапты. Суық тиіп қалар, деді жай ғана. Сол бір сәтте Айсұлу түсінді. Нағыз жақындық қол тигізу емес, қамқорлық екенін. Ернар кейде мен сезімімнен қорқамын, деді. Неге? Себебі нәпсі адамды соқыр етеді ғой, дейді. Ернар бір сәт ойланып тұрды. Нәпсі жау емес, ол сынақ. Оны билесең нұрға айналады, ал ол сені билесе өкінішке айналады, деді. Олар орындыққа отырды. Айсұлу аспанға қарады. Мен махаббатты таза күйінде сезгім келеді, деді ол. Онда асықпа, деді Ернар. Шын сезіммен нәпсіден басталмайды, құрметтен басталады. Айсұлу оған бұрылып қарады. Сол көзқараста жалын емес, жылу бар. Кейбір адамдар тек тәнді қалайды, деді ол. Ал мен жанды таңдадым, деді Ернар. Сол сөз Айсұлудың жүрегіне жылы тиді. Ол өз-өзіне күліп жіберді. Сонда нәпсі мүлде болмау керек пе? Деп сұрақ қойды. Жоқ, ол бар, бірақ ол махаббаттың құлы болу керек емес, қожайыны емес. Олар ұзақ отырды. Қала баяу ұйқыға кетіп бара жатты. Сол күні Айсұлу үйіне келгенде жүрегі тыныш еді. Бұрынғыдан мазасыз емес. Айнаға қарап тұрып ойлады. Нәпсі өтпелі, ал сезім мәңгі. Егер адам нәпсіні емес, жүректі тыңдаса, махаббат ұят емес, нұр болады екен. Телефонға тағы да хабарлама келді. Ернар, жаның тынышталды ма? Деген сұрақ қойған. Айсұлу жымиып жіберген. Смайлы жіберді. Ернар жауап берді. Онда біздің әңгімеміз енді ғана басталды. Терезе сыртында ай жарқырап тұрды, ал Айсұлудың ішінде жаңа бір нұр оянғандай еді.